Ассалаумағалейкум. Қалың жұрт. Немізді бастаймын. Әңгіме дүкенді. Дүкен дегенде әңгіме. Әңгіме біреумен айтқанда әңгіме болады. Өзің біреуге әңгіме айтқанда білмеймін. Қалай болады. Сонымен сөйлейін. Қазақтың көне сөздерінің бірін сипаттамасын беріп көрейін. Мен ол өзімнің көз қарасым. Сондықтан түсінікпенен қараңдар, керек жерін сызып алыңдар. Қазақтың мысалы келін деген сөзі бар. Келін деген сөз орысшаға дәлме-дәл аударсаң пришла болады. Смысловой аударма невеста болады. Енді келін деген пришла болса, бір үйге келген адам деген білдіреді. Невеста болса, невеста әлі белгісіз, мына дәулетке келіп, қалыптасып, несіне жетіп, өз дәрежесін алады дегендей мағына береді. Сосын жеңге дейтін не бар? Ол жеңгені сынаха. Женет, жембейді деген мүмкін келетін шығар, мүмкін келмейтін шығар, білмеймін оны. Сосын ол келін өсе келіп, үлкейіп, ене болады. Енені аударғанда свекровь. Свекровьтің енді смысловой аударса, внедренный болады. Сондықтан осы неге жетіп, ана өз туыстарын ұмытпай, солардың жағдайын ойлап, как бы агент влияния басқа рудың деуге болады. Ол қалай алғанда да бауырларын ұмытпайды. Апа менен інінің арасында қалай еді? Родственные чувства біразға барады. Баяғыда әжемді інісіз деп келіп, еркелейтін апасына. Сосын Бауыржан Момышұлының Жанұя деген рассказында солай жазады. Серікбай дейтін әжесінің інісі келіп, солай еркелеп, жиендерін қамшымен ұрып, воспитание жасап, нағашы деген сыншыл болып келеді. Нағашы мен жиеннің арасында ойын қалжыны болады өздерінің. Сондай себептермен жиенге келсек енді жиі иен дейді. Внук смыслына жаңағы мағынасы. Ал енді оны тағы да аударсаң, через раз наша метка дегенге келеді. Сондықтан жиен сондай сөздер, қазақтың ол сөздері бәрі көнеліктен келатқан сөздер, ең бірінші деуге болады. Ұлдың баласын немере дейді, қыздың баласын жиен дейді. Ол да жаңағы баяғы атам заманда еркектің дәрежесі әлі өспей тұрғанда, ана өсіпкен ұрпақ немене болып, немере болып, не болатын белгісіз дегендей мағынада мен түсініп тұрмын. Қалғандарын көздерін біле жатарсыңдар. Ата дейтін бар. Ата енді дед. Былай қарасаң, сол әулетке аты тараған жаңағы шежіреге қарай қайтадан келеді. Но көп шежіреде рулардың аты кісінің аты емес ол. Сондай мағынада сипаттамалар бар. Сосын күйеу дейтін бар. Енді
невесін айтқаннан кейін күйеуді де айтпай кетуге болмайды шығар. Кью. Смысловой переводы зять. Смысловой ма қайсымен шатысып отқанша мүмкін. Жаңа тәуір мағынада абжоқ болып аударылады. Абжоқ болып аударылатыны қосылған қалыңдығың дұрыс болмаса, аузың күйіп, мағынан кетіп, дәрежең түсіп, маңдайының соры беселі болады деген мағынада келетін неден, системадан шыққан зат шығар. Сосын жаңа ғана Хиуана мен адам атамыз қосылғанда әйелдің жаңағы любопытствосы үстем болып, содан болмайтын затты жеп, жұмақтан қоғылып, соры беселі болған нан келеді. Қазақтың жаңағы бергеректе ел болды, ол дейтін ондай жұрт болған жоқ деген әңгіме сипатындағы беріп тұрған түсінігім или түсіндіруім бе, білмеймін. Қарайсыңдар өздеріңіз қалай кімге ыңғайлы. Енді тағы не айтып кету болады. Енді сосын әр ұлттың тағамы болады. Сол тағамына қарай қай ұлт қай уақытта пайда болғанын, қай уақытта қандай, мысалы, ғана қай ұлт қай уақытта пайда болғанын білдіреді. Қазақ мысалы қысқа азық дайындағанда ет дайындайды. Етті соғым дейді. Соғым деген мағынасы соғып алған дегенге келеді. Баяғы первобытный общинный стройға келіп, семья болып қалыптасты ма, или одан бұрын еркектер өздері аңшылықпен айналып, сол кезде соғып алып, қыста қайта тоңып далада жүрмеу үшін молдау соғып алып, соны жазға дейін жеп шығады. Сол әдеп ғұрыптың бәрі салт дәстүрдің қазақтың көне халық екен, бергеректе пайда болмағанын көрсетеді. Сосын енді қазақтың беш бармағы бар. Ол беш бармақты қазіргілер, ол беш бармақ 18-ші ғасырда пайда болды. Оның орыс қойды, үйтті, бүйтті деген әңгімелері көп. Ол да көне заманнан келатқан ұғым, түсінік деп мен ойлаймын. Себебін айтайын. Адамды бөлінеді ғой, бірдеме сат андроновская культура, тағы бірдеме культура мұтуатымыз менде. Оның бәрін сипаттап, жатқа айтатындай мағынада миым әлі қалыптаспаған шығар. Сондай нелер культуралар болады. Сол культуралардың жаңағы несімен бір темірді балқытады, құланы балқытады, сонан жаңа ағашты өңдейді, сөйтіп келіп, осы заманға жетеді. Темір балқытады, железный век дейтін бар, бронзовый век дейтін бар. Сол культураларда пайда болған көне заманда беш бармақ. Анда айтылады, мына бармақтың пайда болып, қолына бірдеме ұстауға келіп, содан алақан қалыптасып, мына бармақтың арқасында біраз жұмысқа бейімделеді деп айтады адамды. Оның алдында жаңағы молшылық болады, теріп жейді, алдына келген ұрып жейді, бәрі мол болып. Жаңағы оны Құранда жұмақ деп айтады, орыста Библияда рай деп айтады, жаңағы толық жұрт дегенге келеді шығар енді алдында. Соның сипатын беретін бармақтың арқасында еңбек етіп, сол бармақтың арқасында беш бармақ деп тағамымыз аталады. Ол да көне заманнан келатқан мағынасын береді деп мен ойлаймын.
Сосын тағы айта кететін, мысалы бергерек келгенде жаңағы оның алдында қазақтың көне аттары Тайсоғар, Тайбағар, Қойбағар, Қойшыбай, Жолдыбай деген аттар болып, сосын бір ғасырда ислам діні келгеннен кейін жаңағы Ибрагим, тағы Иса, Ахмет дегендер пайда болады. Сол сияқты әр заттың өз уақытымен келетінін ол ғалым дәлелдеген, қай сөз қаяқтан шыққанын, сондай себептерменен бешбармақта көне заманнан қалыптасқан ұғым. Жаңағы бармақтың арқасында неге жеткен, дәрежеге жетіп, тағам жасайтындай, ол тағамды соғып алатындай, оны жаңағы қолына пышақ алып жіліктейтіндей, соның мағынасын беретін ұғым бешбармақ деген. Енді сосын қазақта бүйтіп көрсететін не бар? Қазіргі заманда лайк дейді. Ол да көне заманнан келген қазақтың ұғымы бар. Бүйтіп шебер болатын баланың мынандай саусағы бүйтіп майысып тұрады дейді. Қолынан келмейтіндердікі былай болады дейді. Ол да көне заманнан қалыптасқан ұғым. Мына бармағының арқасында бірдей бәленбай дәрежеге жетіп, қолыңнан бірдеме келетіндігін білдіреді дейді қазақтың ұғымында. Бұрынғы шалдар айтатын еді, қолыңды бүйтші, мына бала шебер болады екен деп айтатын еді. Қолынан іс келетін бала деп. Сол сияқты бармақ деген көне заманнан келатқан беш бармақ. Ана тағамды дайындап, қолынан келетін іс келіп, аш қалмайтын бала дегенге мағынаны береді. Сондықтан солай деп мен ойлаймын. Сіздер қалай ойлайтыныңызды мен білмеймін. Өздеріңіз ойларыңыз болса, қоса жатарсыңдар. Сондай сипаттамалар. Оның бер жағында мысалы Қабанбай деген батырды наймандар ойлап шығарып, енді ойлап шығарғанда, по-моему, кочевники Крема деймін, ол енді Ильяс Есенбердінің көп жаңағы еңбектеріндегі художественный кітаптағы еңбегінде дәлелденген, оны бір өзбек ғалымы архивтен алып, көп затты дәлелдеді. Соның ішінде өзбектер Қасым ханның балдары көмек сұрауға ма, доғырға келісуге барғанда, соның балдарын өлтіріп тастағанына дейін айтты. Мен соны айтпайды шығар деп ойлап едім. Сондықтан сол Қабанбай деген батырды Ильяс Есенбердің бекен ойлап шығарған батыр деп ойлаймын. Ол кезде қазақ қабан екенін білген жоқ, қабан деген дәрежесін, қабан деген сөзді білген жоқ енді, шынына келгенде. Енді оны олай айтатын себебім, мен жаңағы нелерді қарадым. Словарларда қабан деген сөз жоқ. Даланың шошқасы дейді, шошқа дейді, тағы бірдеме дейді. Сосын ол өйтіп айтатын тағы бір себебім, соғыстан кейін соғысты өтіріп келген шамалы білімі бар бір қазақ Қызылордада мектепте жұмысқа кіреді мұғалім болып. Сол мұғалім болып кіргенде, соғыста енді жүргенде мына қазақ даласында онда қияр деген бәле атымен жоқ. Сол қиярды школьный программаға енгізіп, соны қойып балдарды осыдан сұрайды, мынау не деп. Енді орысша атын сонда соғыстан келген кісі де білмеген болып тұр. Ешкім айта алмайды, балдар көзі бақырайып отырады. Олар әгөре түстігір, қияр не екенін көрмеген. Сосын ана кісі тұрады айтады, бұл закуска деп. Сол сияқты сондай себеппенен қабан деген сөз словарда болмағандықтан, қазақтың обиходында болмағандықтан, ондай атпенен қазақ батырын атап қою мүмкін емес. Енді мына 90-шы жылдары Рекеттің заманында қабандар болды Россия жерінде, Украинада да болды ма деймін.
жаңағы адамның сипатына қарап қабан сияқты қайтпайтын сондай нені көрсеткен. Енді оны тағы бір ойлап шығарған батыр деп айтатын, оның бер жағында оның атын Ер Асыл деп айтты. Ер Асылда жаңағы филология немен зерттеп келгенде ол да бергеректегі ат болып шықты. Көне заманда ондай ат болмаған. Сосын олар жаңағы концепцияны ұстайтын адамдар дым шықпағаннан кейін тағы да гипотезаларын дәлелдеу үшін із басқан деген атпен қойды. Ол тағы да келмейтін сияқты менің ойымша, мүмкін мен жаңалсам шығар. Бұның бәрін айтуға себеп болған бір үлкен блогерлер жаңағы зодиаки знака қандай өтірікшілер деген, қайсы көп өтірік айтады деген, өз несін бермейді, өтірігін дәлелдейді деген бір знак зодиактар, қандай знак зодиактар өз үшін өтірік айтатын знактарға деп. Біріншісі, ең төменгісі Дева, үшінші орында, содан кейін ұмытып қалып тұрмын қазір. Ең үлкені ешкімге дәлел бермей сені тіпті кінәлі қылып қояды деген, ойыммен біте ме деймін. Үш знакты көрсетіпті, сол үш знактың біреуінде менің знагым жатады. Сондықтан менің сөзімді өтірік деп шығарған шығар, или мені өтірік айтады деген шығар. Оның мүмкін маған өкпесі бар шығар, өкпесі де негізсіз болмауы мүмкін. Сондай өтірігімді мен жалғастырайын деп сізге осындай хабарды дайындап жазған сұхбатым бар. Ал қолдайтындарыңыз қолдаңдар, жөндемегеніңіз дизлайк қоясыңдар ма? Теріс өз пікіріңізді көрсетіп комментарий жазасыңдар ма? Оны өздеріңіз біле жатарсыңдар. Ал сау саламат болыңдар.